Қамыс қалпақ. Ал тыңдаңыздар. Ертеде бір байдың 3 қызы болыпты. Бір күні ол қыздарының өзін қалай жақсы көретінін білу мақсатында шешім қабылдайды. Сөйтіп, ол үлкен қызынан: «Қызым, шыныңды айтшы, мені қалай жақсы көресің?» деп сұрайды. «Өзімнің өмірім секілді» деп жауап береді қызы. Содан соң ортаншы қызынан: «Қызым, шыныңды айтшы, мені қалай жақсы көресің?» сұрайды. «Дүниедегі бардың бәрінен де артық жақсы көремін» деп жауап береді ол. «Өте жақсы» дейді әкесі. Содан соң ең кенже қызынан сұрайды: «Ал сен мені қалай жақсы көресің, көгершінім?» «Мен сізді ет тұзды жақсы көретіндей жақсы көремін» деп жауап береді. Осы кезде әкесі қатты ашуланады. «Сен мені мүлде жақсы көрмейсің. Егер солай болса, менің үйімде тұруға хақың жоқ» деп қызын үйінен қуып шығады. Міне осылай. Сөйтіп қызы басы ауған жаққа қарай жүре береді. Жолда сазды батпаққа кезігеді. Бұл жерден ол қамыс тереді де өзіне қалқаны бар жамылғы тоқып алады. Өзінің әдемі көйлегін жасыру үшін басынан аяғына дейін оған оранып алады да ары қарай жүре береді. Қанша жүргені белгісіз, әйтеуір бір үйге келіп жетеді. «Сізге қызметші керек емес пе?» деп сұрайды ол. «Жоқ, керек емес» деп жауап береді олар. «Менің басқа барар жерім жоқ, ақы сұрамаймын, бірақ не бұйырсаң соны орындаймын» дейді. Сөйтіп ол қалады да құмыраларды да жуады, табаларды тазалап, барлық лас жұмыстардың барлығын атқарады. Өзінің атын ешкімге айтпағандықтан барлығы оны Қамыс қалпақ деп атапты. Бір күні көршінің үйінде үлкен ойын-сауық болады да барлық қызметшілеріне мырзаларды барып көруіне рұқсат етіледі. Бірақ Қамыс қалпақ қатты қалжырап, шаршағанын және ешқайда барғысы келмейтінін айтып, үйінде қалып қояды. Ал бәрі кетісімен ол іле-сала қамысты жамылғысын шешіп, жуынып, ойын-сауыққа қарай барады. Егер менің айтқаныма сенсеңіздер, сол ойын-сауықта оның сұлулығына тең келер ешкім болмайды. Бұл құрметті қараңыздаршы, ойын-сауыққа қожайындарының ұлы да келеді. Ол бір көргеннен-ақ Қамыс қалпаққа ғашық болып, кеш бойы онымен ғана билейді. Бірақ ойын-сауық аяқталуға жақындағанда Қамыс қалпақ ақырын ғана үйіне зытып отырады. Сөйтіп қалған күтушілер қайтып келгенше, ол әлде қашан үстіне қамыс жамылғысын жамылып, ұйықтап жатқан кейіп танытады. Келесі күні таңертең күтушілер: «Кеше ойын-сауықта не болды десеңші?» дейді оған. «Не болды?» деп сұрайды Қамыс қалпақ. «Білесің бе, ол жерге ай десе аузы, күн десе көзі бар бір керемет сұлу қыз келді. Қандай әсем киінген. Біздің жас мырзамыз одан көзін алмады. Шіркін, соны бір көрсем ғой», дейді Қамыс қалпақ. «Онда не тұр? Бүгін кешке тағы да ойын-сауық болады. Ол тағы келетін шығар». Бірақ кешке Қамыс қалпақ тағы да шаршағанын және барғысы келмейтінін айтып қалып қояды. Алайда ол қамыс жамылғысын шешіп, жуынып, ойын-сауыққа баруға асыққанымен күтушілер кете қоймады. Жасы жігіт оны күтеді. Сөйтіп ол тағы да сонымен ғана билейді. Одан көзін алмайды. Бірақ ойын-сауық аяқталардан сәл бұрын Қамыс қалпақ ешкімге білдірмей ақырын ғана үйіне қарай зытып отырады. Ал қалған күтушілер қайтып келгенде, ол әлде қашан үстіне қамыс жамылғысын жамылып, ұйықтап жатқан кейіп танытады. Келесі күні күтушілер оған: «Ай, Қамыс қалпақ, сен сол қызды көрсең ғой, ол тағы да ойын-сауыққа келді. Ал біздің жас мырзамыз одан көзін алмады» дейді.
Жақсы, дейді Қамыс қалпақ. Мен оны көруге қарсы емеспін. Ендеше тыңда, бүгін кешке тағы да ойын-сауық болады. Бізбен бірге жүр, ол тағы да келетін шығар. Бірақ кеш түсе бастағанда Қамыс қалпақ тағы да мен қатты шаршадым, үйде қаламын дейді. Күтушілер кете салысымен ол қамыс жамылғысын шешіп, жуынып, ойын-сауыққа қарай асығады. Оны көрген жас мырза сөзсіз қуанады. Ол қайтадан онымен ғана билеп, одан көзін алмады. Бұл жолы ол оның есімін қайдан екенін сұрады. Бірақ қыз тіл қатпады. Сосын жігіт оған жүзік сыйлап, егер оны көрмесе тұра алмайтындығын айтады. Сөйтіп ойын-сауық аяқталуға жақын қалғанда, Қамыс қалпақ тағы да ақырын үйіне қарай зытып отырады. Ал қалған күтушілер үйлеріне қайтып оралған кезде, ол әлдеқашан үстіне қамыс жамылғысын жамылып, ұйықтап жатқан кейіп танытады. Келесі күні қызметшілер оған: «Қамыс қалпақ, көрсең ғой шіркін, кеше бізбен бірге бармадың, енді ол қызды көре алмайсың. Бұдан былай ойын-сауық болмайды» депті. «Ой, қандай өкінішті, оны қайтсем де көргім келіп еді», дейді Қамыс қалпақ. Ал жас мырза ше? Қамыс қалпақтың қайда кеткенін білу үшін бәрін жасады. Бірақ бәрі бекер болды. Қайда барса да, кімнен сұраса да, ол туралы ешкім ештеңе білмепті. Сөйтіп қайғы құшып, сырқаттанып, ас іше алмай төсек тартып жатып қалады. Жас мырзаға сулыдан ботқа пісіріңдер деп бұйырады аспазға. Аспаз бірден ботқа пісіре бастайды. Осы кезде ас үйге Қамыс қалпақ кіріп келеді. «Не пісіріп жатырсыз?» деп сұрайды ол. «Жас мырзаға арналған ботқа» деп жауап береді аспаз. Сұлу қызды қайғырамын деп аштан өліп жүрер. «Маған пісіруге рұқсат етіңіз» деп сұрайды Қамыс қалпақ. Аспаз бірден болмаса да ақыры келіседі. Қамыс қалпақ бозбалаға арнап сулыдан ботқа пісіреді. Ал ботқасы дайын болған кезде ешкімге білдірмей сақинаны ішіне тастап жібереді. Сөйтіп олар ботқаны науқас жігітке апарады. Ол оны жейді де ыдыстың түбінде жатқан өзінің жүзігін көреді. «Маған аспазшыны шақыр» деп бұйырады. Аспазшы оның жанына барады. «Ботқаны кім пісірді?» деп сұрайды ол. «Мен» дейді ол қорыққанынан. Бірақ жас мырза оған қарап: «Жоқ, сен емес, шын айтыңызшы, оны кім дайындады? Ол үшін саған ештеңе болмайды» дейді. «Егер олай болса, оны Қамыс қалпақ дайындады» дейді. «Маған Қамыс қалпақты шақыр» деп бұйырады. Міне Қамыс қалпақ кіріп келеді. «Маған ботқаны пісірген сен бе?» деп сұрайды жас жігіт. «Мен» деп жауап береді қыз. «Мына сақинаны кімнен алдың?» деп сұрайды ол. «Берген адамнан алдым» деп ол жауап береді. «Сен неткен адамсың, қазір көресің». Сөйтіп қыз қамыс жамылғысын тастап, әдемі көйлегімен оның алдына келіп тұра қалады. Әрине, жас жігіт сырқатынан лезде айығады да екеуіне келесуге ұйғарысады. Олар ұлан асыр той жасап, жан-жақтан меймандар шақырады. Қамыс қалпақтың әкесі де шақыртылады. Бірақ қыз ешқашан ешкімге өзінің кім екені туралы тіс жармаған екен. Сөйтіп, тойдың алдында аспазға барып, ет тағамдарын жасағанда, оларға бір түйірде тұз салмаңыз дейді. «Дәмсіз болады ғой» дейді аспаз. «Бұл маңызды емес» дейді Қамыс қалпақ. «Жарайды, тұз салмаймын» деп келіседі аспаз. Үйлену тойы болады. Некелескеннен кейін барлық қонақтар дастархан басына жайғасады. Бірақ олар етті жеген сәтте дәмі бір түрлі жүректі айнытып, жылымшы татып тұрады. Ал Қамыс қалпақтың әкесі барлық тағамдарды бірінен соң бірін татып көреді де кенет көзіне жас алды. «Сізге не болды?» деп сұрайды сонда жас мырза. «Әттең-ай, менің бір қызым бар еді. Бірде мен одан
мені қалай жақсы көретінін сұрадым. Ол ет-тұзды қалай жақсы көреді деп жауап берді. Сөйтіп, ол мені мүлде жақсы көрмейді деп шештім де, оны үйден қуып жібердім. Енді оның мені бәрінен де жақсы көретінін көріп тұрмын. Бірақ ол сірә тірі емес шығар. Әке, ол мұнда, деп айқайлады қамыс қалпақ әкесіне жүгіріп келіп. Оны бас салып екі қолымен мойнынан айқара құшақтапты. Содан бері бәрі де бақытты өмір сүріпті.